Сәлем достар, біз бүгін тасбақа торты, яғни черепаха жасайтын боламыз. Бізге 4 зат керек, яғни бізге дайын кекс, жұмыртқаның ағы, қант, қаймақ қажет. Ең алдымен жұмыртқамызды бөліп, жұмыртқаны құрғақ ыдыста, миксерімізде құрғақ болу қажет, жақсылап араластырып аламыз. Осылай төңкергенде ақпауы қажет. Аппақ боп көпіргенше араластырып, содан соң қантымызды шаймен бөліп қосып, жақсылап тағы да араластыратын боламыз. Біздің массамыз осылай болып шықты. Енді қаймағымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз дайын болды. Енді кекстерімізді бөліп, ортасынан бір бөлсеңіздер болады, немесе 2 рет бөлсеңіздер де болады. Бөліп, тәрелкеге салып, осылай кремімізді құятын боламыз. Біздің тортымыз дайын болды. Енді салқын жерге, холодильникке қойып қоямыз. Толық сіңу қажет. Әсемдік үшін мен шоколадты пайдаландым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Біздің тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.